намазды қазақша оқуға бола ма? Енді алла тағала қазақша оқысақ та түсіну керек қой, қалай ол деген сияқты сұрақ қояды. Әрине түсінеді алла тағала. Имам Абу Ханифаның пәтуасы бар, негізінде әркім өз тілінде оқыса болады деген. Бірақ ол практика жүзінде жаңағындай бардақ қалып келеді ғой, кикілжіңге, ұрыс таласқа. Намазды алла тағала қандай кейіпте болсын алла қабыл ете алады. Алла әрбір тілді түсінеді. Сондықтан ондай проблема жоқ негізінде. Бірақ ол кезде бірлік кетеді, мұсылмандардың бірлігі кетеді. Намаз ол жамағатпен, көпшілікпен жасалатын ғибадаттың түрі ғой. Сондықтан біз ал ислам дінін ұстанушы ұлттар көп. Бізді біріктіретін бір тіл керек, араб тілі керек, Құранның тілі керек. Және де мысалға қазақтар жиналып намаз оқып отырмыз, намаздың сөздерін біз қазақша аударып алғанбыз. Ол аудармаға қатысты жаңа реніштер болады. Сен неге үйтіп аудардың, фатиханы неге былай аудардың, былай дұрыс емес па, мына зікірді неге сен үйтіп аудардың, осылай дұрыс емес па, мына сөзді қолданбайсың ба деген сияқты кикілжің, ұрыс керіс, талас басталып кетеді. Яғни ол кезде бірлік кетеді. Сондықтан пайғамбардың сүннетіне сай, Құранның тілімен сол намазды оқысақ, ол дұрыс болады. Ода бірлік бар, ода тыныштық бар, ода үлкен бір пайдалар бар. Сондықтан адамдар ғой көп жаңағы тәңіршілер, басқалар айтып жүрген, неге сендер өз тілдерінде ғибадат жасамайсыңдар, алла не қазақ тілін түсінбей ма деген сияқты кемсітіп сөйлегендер ғой. Оған бас ауыртпаңдар. Олар біздің бірлігімізді қаламайды. Олар түсінбейді ғибадаттың неге бүкілі бір тілде болғаны дұрыс екендігін түсінбей тұр, даналығын түсінбей тұр. Сондықтан өз намазымызды Құран тілінде оқыған ол абзал болады.